Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы туралы қызықты деректер. Абай шын есімі Ибрахим, әжесі еркелетіп Абай деп атаған. Анасының есімі Ұлжан. Ұлжан Құнанбайдың екінші әйелі. Абай атадан 6, анадан 4 едім дейді. Құнанбай қажының 4 әйелі болған. Бәйбішесі Күңкеден Құдай берді, Ұлжаннан Тәңір берді Тәкежан. Ибрахим, Ысқақ, Оспан туылды. 3-ші әйелі Айғыздан Халилулла, Ысмағұл туылды. 4-шісі Нұрханым. Одан ұрпақ болған жоқ. Хакімнің ақын, жазушылықтан бөлек композиторлық қабілеті де болған. Ол бірқатар өлеңдеріне әнді өзі жазған. Соның бірегейі Көзімнің қарасы. Ақындық жолына 10 жасында түсе бастайды. Ең алғашқы өлеңдерін Көкбайдың атынан жариялаған. Жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы ұлы Абай қазақ, араб, парсы, орыс тілдерін білген. Иран, шағатай тілдерінде жазылған дастан қиссаларды, ертегілерді оқыған. Абай ел басқару ісіне 13 жасында араласқан. Алғашқы махаббаты Тоғжан. Бірінші жары Ділдаға 1860 жылы 15 жасында, екінші әйелі Әйгерімге 30 жасында үйленген. Әмеңгерлік жолмен алған әйелінің есімі Еркежан. Ол Абайдың інісі Оспанның қалыңдығы. Ұлы ағартушының 10 баласы болған. Ол небәрі 16 жасында әке атанып, 36 жасында алғашқы немересін қолына алады. Оның аты Әубәкір. Саяси қайраткер 21 жасында болыс болып сайланады. Ақынның саяси көзқарасының қалыптасуына ықпал еткен Блеск, Гросс, Лобановский, Коншин, Долгополов және тағда басқалары болды. Ақын өмірінде 176 өлең, Ескендір, Масқұт және Әзім әңгімесі поэмалары мен 45 қара сөз жазып қалдырған. Сондай-ақ ол шебер аудармашы да болған. Лермонтовтың өлеңдерін, Пушкиннің дастандарын және Крыловтың мысалдарын қазақ тіліне аударған. Жазушының ғақлиялары, яғни қара сөздері әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Атап айтсақ, Қытай, француз, орыс және тағда басқа. Ал өлеңдері грузин, қарақалпақ, қырғыз, татар, француз, ағылшын, түркмен, ұйғыр тілдеріне аударылған. Ұлы данышпан туралы көптеген мақала кітаптар жазылып, фильмдер түсірілді. Абай мұрасын алғаш зерттеп бастаған ағартушы ғалымдар мен қайраткерлер Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ілияс Жансүгіров және тағда басқалары.